сұрақ, сіз саяхатқа қандай жерлерге барар едіңіз? Осы Алматыда болатын болса, Шымбұлаққа, содан кейін негізі тауларға барған жақсы ғой. Егер Қазақстан ішінде болса, сол танымал жерлер, сол тау, активный отдых болатындай, тау жақтармен сол жаққа баратын едім. Я жылқымен шабуға бірінші орында. Но егер басқа елдерге болатын болса, бірінші орында Турция либо Грузияға. Егер маған осындай мүмкіндік берсе, мен таулы аймақтарға барар едім. Келесі сұрақ, саяхатқа шығу үшін ең керекті 3 зат? Так, су, одан кейін плед, потом телефон. Бірінші зат ол үлкен сумка, екінші зат ол ыстық киім. Себебі мен тауға шықсам, маған ыстық киімдер керек. Және де өзіме керек затты тамақтар или су. Керекті 3 зат. Ауыстыруға болатын киім, интернет бар кәдімгідей сондай доступ, телефон, сондай нелер, потом құрылғылар и жақсы настрой, наверное. Тамақсын любой жерден тауға болады. Сіз қаншалықты жиі саяхаттайсыз? Так, өте сирек, уақыт жоқ еткен. Мен өте сирек саяхаттаймын. Өйткені мен көп өзім жалғыз особенно шығуға ерінем, ал басқалардың көбінесе уақыты болмайды. Мен бос уақытымда саяхаттауды ұнатамын. Саяхатыңыз қалай жоспарлайсыз? Саяхатты мен достарыммен бірге жоспарлаймын, олардың уақытын көрем. Егер де менің уақытыма сай келсе, бірге саяхаттаймыз. Алдын ала, прям морально, прям дайындалу керек. Саяхатқа шығуда ондай үлкен нәрседе көп, физически нені қалу керек етеді. Алдын ала керек заттарды бірінші дайындаймын, потом сол настроить жөндейсің, и все. Саяхаттаудың қандай түрін ұнатасыз? Активный. Прям жиі қозғалыс бар. Спаға барған. Ол демалысқа жатып кетеді. Тауға барған, наверное, ұнайды. Все, басқа қалаға, наверное, саяхаттауға. Саяхаттаудың өзім жалғыз болғанда, жалғыз саяхаттауды, немесе көңіл күйім күшті болғанда достарыммен. Бос уақыт туралы сұрақтарым бар. Бірінші сұрақ, сіз бос уақытыңызды қалай өткізесіз? Мен бос уақытымды өзіме арнаймын. Көп кітап оқимын, сондай заттармен айналысам. Мен бос уақытымда сурет салам. Одан кейін арасында достарыммен кездесем, және отбасым. Сол сурет салам, так, кітап оқымаймын мен. Сурет салам и театрға барам. Спектакльдарды көргенім ұнайды. Бос уақытты тиімді өткізудің жолдарын білесіз бе? Сол өзіңе не ұнайды, сол хоббиларың қандай, не ұнатасың, солмен айналысу. Бос уақытты тиімді өткізу үшін ең алдымен кітап оқу керек. Сосын өзіңді дамытатын нәрселерді жасаған дұрыс деп ойлаймын. Арнайы күнделік арнау керек. Әрбір жоспарланған жұмысыңызды жазып, соларды қадағалап отыруыңыз керек. Күніне қанша сағат телефонда отырасыз? Күніне 2-3 сағат. Қазіргі таңда күніне мен примерно 5-6 сағаттай отырам телефонда. 4-5 сағат, одан көп емес. Жастардың телефонға деген тәуелділігі туралы не айтасыз? Бір жағынан жақсы, бір жағынан жаман. Өйткені тәуелді болғаны өзінде неше түрлі соцсетті отқанымен плюстары көп та, жаңалықтарында хоть политический, хоть басқа любой жаңалықты содан біліп отырамыз шы. Хоть даже экологиялық нәрселерді алдын ала сояқтан білуге болады. Но бір жағынан біреулермен байланысу жағы ең мысалы тиімді болып саналады ғой телефон арқылы. Мысалы мен алдында телефон сындырып алған кезде, мысалы 5 сағаттың өзінде кәдімгідей өзім зависимый екенімді түсіндім. Ойымды айтайын ба, или ұрсып айтып берейін ба?
телефонға көп отырған негізі дұрыс емес, сол босқа уақыт құрту. Негізі одан қарағанда саяхаттаған немесе кітап оқыған дұрыс деп ойлаймын. Телефон лучше мүмкіндік болса көп отырмаған дұрыс. Қазір заманауи жастардың заманы болғандықтан телефонды жақсы заттарға пайдаланса, ол жақсы деп ойлаймын. Тәуелділіктен айырылу үшін не істеу керек? Ол үшін көп кітап оқу керек, көп телефон ойнамау керек менің ойым. Телефоннан ба? Телефонды лақтырып тастау керек. Басқа енді, по-любому TikTok көресің, Instagram көресің. Наверное, уақытын азайту керек. Аз уақыттан кіру керек. Содан кейін, наверное, арыласың. Не істеу керек? Хоббиларға көбірек көңіл бөлу керек.